Құрметті тыңдарман, Нұрғайып Қапсеметұлының Құны детективті шығармасының тыңдалымын назарларыңызға ұсынамын. Каналға тіркеліп хикаят туралы пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Құны сөзіне түсініктеме беріп кетейін. Құны ит тектес аң, ол тек жаңа жерленген мәйіттің етімен қоректенеді, сондықтан оны көр қазушы атап кетті кейбір елде. Адам азды ма, заман азды ма білмедім, деп есіктен кіріп келе жатқан қырау киімін шешпестен босағаға отыра кетті. Түрі шаршаңқы, сақал-мұрты өсіп, 2 күнде 20 жасқа қартайып кеткендей көрінді жұбайы Айгүлдің көзіне. Отағасы, осы жұмысыңды қойсаң қайтеді? Жұмысыңа барған сайын үйге көңілденіп кірген күніңді көргенім жоқ осы 10 жыл ішінде. Қазір менің табысым да жаман емес. Мұғалімдердің жалақысы көтеріліп қалды. Басымызда қарызымыз да жоқ. Сен үйде жат. Қиын заманда мені таршылық көрсетпей осы күнге жеткіздің. Енді менің кезегім келді. Мен жұмыстан кетсем, жауапкершіліктен қашып оларға кім бара қояды дейсің? Осы сен басында менің сол жұмысым үшін ұнатып тұрмысқа шықпадың ба? Саған осы форма жарасады, осылай жүрші деп қиылушы едің ғой. Жемпейдің алдында гүлімді ұстап барған әр кезімде, соңғы бірнеше айдан бері неге ойың өзгеріп сала берді? Соны түсіндірші. Айтпаса да түсінікті, соңғы болып жатқан жайлар есімді шығарып жіберді, деп балалар жатқан бөлменің есігіне қарады, сөзімді тыңдап қоймасын дегендей. Шайың, тамағың дайын ба өзі? Айтар сырыңды ас бөлмеде айтарсың. Мен осылай босағада отыра бермейтін шығармын. Айгүл жеңіл қозғалып келіп, күйеуінің сыртқы киімін алып іліп жатты. Кеше қала сыртынан табылған қыздың мүрдесінің кім екені анықталды ма? ДНК сараптамасын жігіттер түнімен жүргізді. Байғұс қыздан ештеңе қалмай жанып кеткен. Бұл өзі осы айда табылған 3-ші мәйіт. Үшеуін де істеген бір адам деп ойлаймын. Ал ана Иван 3 қылмыстан 3 түрлі сипат тауып отыр. Бірақ Қандықол қарақшының 3-еу емес, 1-еу екені анық. Себебі бірінші құрбанын үлкен тас жолдың бойында пауыздап, зорлап, бөлшектеп, кейбір дене мүшесін алып кеткен. Біз нақты сенімді емеспіз. Мүмкін адам ағзасын саудалайтындардың іс-әрекеті болар деп бүкіл емханаларды аралап шықтық. Тағы бірі ескі су қоймасының қасынан басы жоқ 16 жасар қыздың мәйіті табылды. Онда зорлық, зомбылықтың анық нышаны байқалады. Біз енді бұны педофилдердің ісі деп жүргенімізде 40-тан асқан мына әйелдің өлі денесін қала сыртындағы атпалдан таптық. Лена, сен айтшы, осындай жауыздыққа кімдер барады? Анадан тумағандар ма? Адамдар неге қатал, қатыгез болып барады? Абылай, сен шаршадың, алдыңдағы асты ішіп болып демал. Мен генетикалық зертханада істейтін құрбыма хабарласып көрейін. Ол да бұл жайдан хабардар. Түсте кездескенде бірдеңеден күмәнданғандай болған, ойын ашық айтпады. Неден күмәнданды екен? Білмедім, сен жатып демал, саған тыныштық керек. Ерлі зайыпты екеуі дастархандағы тамақтарын үнсіз ішіп орындарынан тұрды. Қаладағы күнара болып жатқан үрейлі оқиғалар екеуінде абдыратып тастаған. Әсіресе Абылайдың өмірлік тәжірибесінде шиеленіскен алғашқы қылмысы. Бар ойы таңертең ерте тұрып орталық архивтерден дәл осыған ұқсас өткен ғасырдағы болған оқиғалармен салыстырып көруді жөн деп ойлап жатып көзі ілініп кетті. Бүгін сондай мәз, анадан қайта дүниеге келгендей дастархандан неше түрлі тағамдар, самса, манты, қуырылған ет, тағамдардан тартынбай алып отырыңыз деп қояды Иван қасындағы жолдасы Абылайға. Абылай аузына бір түйір ет салып жіберіп, дәмін алып біраз отырып, етті жұтпай, ненің еті деп ишара танытты. Бұл ма? Түйеқұстың еті. Өткенде алдырып ем, шетелден келген достарыма. Сен Айгүлдің жоғалып кеткеніне қапаланба, ол аман сау табылады. Тартынбай астан алып жеп отыр. Мен қазір. Сендер қазақтар сорпаны жақсы көресіңдер ғой, мен алып келейін, отыра тұр. Абылайдың бар ойы әйелінде. Ұялы телефоны өшіп тұрғанына бақандай бүгін мен 5-ші күн. Тау тасты, орман суды, қаланың барады деген жерлерінің бәрін сүзіп шыққан. Ойы тұманданып, өзін тамұқтың ортасында қалғандай сезініп отыр. Иванның әріптесіне келіп, бұл доңыздың сорпасы емес, адамның сорпасы, дегенде шашалып қалардай болып, аузына салған мантыны лоқсып құсып тастады.
Қалжың, бұл да түйеқұстың сорпасы дегенде барып, бір кесе сорпа ішіп қана қойды да сағатына қарап, кеш болды, үйіме қайтам, деп кетіп қалды. Иван шығып бара жатқан Абылайдың артынан қараған қалпы үнсіз тұра берді. Тағы да күнтізбе парағының бір күні артта қалды. Таңғы 5-те безілдеген қоңырау дыбысынан оянып кетті. Жасанды бассейннен адам денесі табылды дегесін, жұмысқа жан ұшырып келген беті осы болатын. Иванның сол баяғы сабырлы мінезі қызметтік көліктің қасында тұр. Абылайға қарап, оқиға орнына кеттік, деп машинасын оталдыруға оқталды. Ол да жолдасының ойын ұққандай тез жүрейік деп шылымын тұтатып көлікке отырды. Жол бойы 3-ші рет шылым шекті. Иванға қарап, тіпті болмаса, Айгүлдің өлі денесін тапсам да разы болар едім деп бір қойды. Иванда үн жоқ. Екі көзі алдында сұлап жатқан тас жолда. Қалалық қылмыс бөлімінен сот сарапшылары бұлардан бұрын келіп алыпты. Бәрінің түсі бұзылып боп-боз болып кеткен. Адам баласын осындай жауыздыққа барады деп ойламаған болса керек. Бассейннің жағасында жатқан басы мен қол-аяғы жоқ әйел мүрдесі. Көрген жан баласы бұл көрініске шыдап тұра алмас. Иван Абылайдың қасына келіп, сен жақындамай-ақ қойшы, жүрегің ауырып езіліп жүрсің. Абылай оның айтқанына көнбеді. Ақ мата жабылған мәйітті ашып қарады. Иттің баласы, осыдан қолыма түсерсің, темір тордың ар жағында мәңгілік шықпастай етемін деп отырған жерінде түсін қайрады. ДНК сараптамасы тағы да зорлық нышаны барын анықтап, мүрдеден табылған шаштар мен ер адам ұрығын сараптамаға Астанаға жіберді. Ал Айгүлдің іздеу жұмыстары әлі аяқталған жоқ. Көрдім, білдім деген жан баласы әлі кезіккен жоқ. Қаладағы көше кезген қайыршыларды да тартып, алқаштарына дейін тергеу изоляторына неше мәрте шақырып сұралды. Бірі көргенмін аққұба келген әдемі келіншекті деп алып, бірақ мас едім деп сөзінен тайып, екі сөйлегендері де бар. Іс жүрмей, бір орнында табандап тұрып алды. Бір апталық ауыр күнде сырғып өтіп, Астанадан сараптама да келіп жетті. ДНК сараптамасы бойынша мүрде пәленше деген жезөкшеге тиесілі болды. Ал ер адамның шашы мен ұрығы жайлы тіс жарып ешкім ләм-лем демеді. Бұл жайдан Абылай күмәнданып қалды. Балконда отырып ұзақ ойланды. Осы мүмкін Қанышер арамызда жүрме деген күдікке келді. Осымен 4-ші адамның өлімі болып отыр. Жарты жыл ішінде еш қайсысының қылмысы ашылған жоқ. Бұл не де болса әккі жанның істеген іс-әрекеті деп сенді. Қолына телефонын алып Иванға соқты. Тез арада кездесіп, ақылдасар жай барын айтып, үйіңнен шықпа деп, қазір 10 минут ішінде болатынын айтып, орнынан тұрды. Иванның үйіне келсе, буын бұрқыратып, қазаннан түшпәра түсіріп жатыр екен. Дастарханға жайға сеп, оң жақтағы орындықты нұсқады. Абылай Иванға қарап, осы сен неге үйленбейсің? Түр десең түрің бар, бой десең бойың бар, қашанғы состиып жалғыз жүресің? Жалғыз адамның асы да батпайды дейді біздің жұрт. Жалғыз жүрме, үйлен, тойыңда Айгүл екеуміз, әрине, табылып жатса вальс билейміз. Мынауың өткендегі түйеқұсыңның еті ме? Өмірімде мұндай дәмі тіл үйіретін етті жеп көрмеппін. Маған бір осындай етіңнен ойластырып қой, жарай ма? Деп отырған орнында бір қопақтап қойды. Шарап ішесіз бе? Әкел оныңды, одан бас тартуға болмайды. Сосын ұмытып барады екем, қылмыскер біздің арамызда жүр, деген кезде қолындағы әкеле жатқан шарабын түсіріп алды Иван. Саған не болды қалтырап? Қылмыскер сен деген жоқпын ғой, тек арамызда жүр дедім. Сендей жақсы азаматтан ондай жамандық шықпайды. Не ойлайсың? Менің ойым дұрыс па? Деп қарсы алдында келіп отырған Иванға тіке қарады. Мен нақты ештеңе айта алмаймын. Кімді күдікті деп ұстаймыз, кімді тергейміз, сол жағы мені қинайды. Сен ертеңнен бастап айналамыздағы адамдардың бәріне күдік көзіңмен қарап, іс-әрекетін қағазға түсіріп отыр. Бір ілік тапсаң, қалғаны маған қалдыр. Сосын сені бастыққа айтып, бір айға ата-анаңа жіберемін. Дем алып сағынышыңды басып келесің. Жалғыз бармай үйленіп бар, деп бір қойды. Ұқтым, Абылай мырза, менің ата-анам жоқ, әкем қайтыс болған. Шешем жеңіл жүріске салынып кеткен. Мен 8 оқып жүргенде. Нағашыларымның қолында өсіп ер жеттім. Сол кісілер оқытты, тоқытты. Мен ешқайда кетпеймін, осы қалада болам.
Ал үйлену жағына келсек, әйел затымен сөйлесе алмаймын. Өкінішті, ренжіме, ағаң ойына келгенін айта салатыны бар кейде осылай. Оқасы жоқ, мен ондайға үйренгенмін. Мына түшпәрәң дәмді екен, шарапты ертең ішерміз. Сағат 12 болып қалыпты, жақсы, демал, мен кеттім. Абылай маңайындағылардың бәрінен күдіктенді. Күдігі алдамады, бірақ нақты осы адам деп айтатын қолында айғағы болмады. Иванның айтуымен екі әріптесін тергеді. Олар азар да безер болып, ондай ауыр қылмысқа бармайтынын айтып ақталды. Тек енді басты назарда Иван ғана қалды. Бүгін 3-ші күн соңына түскені. Іс-әрекетінен түк ілмек шықпай тұр. Абылай тағы да тығырыққа тірелді. Айгүлдің жоғалғанына айдан асып кетті. Ақыры болмағасын Иванның үйінде жоқтығын пайдаланып, жасырын камера орнатты. Тіпті көлігіне де тікелей өз бақылауына алды. Жүргені, тұрғаны, жатқаны бәрін ұялы телефонынан қашықтықтан бақылап көріп отыр. Түнгі 3, ұйқысы келмей төсекте дөңбекшіп жата алмады. Телефонын ашып, Иванның үйін бақылауға кірісті. Өз көзіне өзі сенер емес. Жертөледен қара пакетке салынған затты сүйреп асханаға кірді. Стол үстіне әйелдің басын қойды. Екі қол екі санның етін көз алдында сылып ет турағыштан өткізді. Қырау, абдырап есін жия алар емес. Ақыры қылмыстық топты құрықтайтындарға хабарласып, аса қауіпті адам екенін айтты. Өзі де сонда болатынын айтып жедел сыртқа шығып кетті. Сырттан келер қауіптің жоқтығын біледі. Асықпай күндегі әдетінше француз шарабын ішіп, ыңылдап әндетіп, қолына түскен кезекті құрбанының етін асықпай мүшелеп, қалған етін тұздап, тоңазытқышқа сала бергенде есік бұзылып ашылып, үйге Абылай бастаған бірнеше полицейлер кіріп келді. Иванда қашуға оқталар түрі жоқ. Қарсыласпады да, тек қырауға айтқаны: саған түйеқұстың етін дайындап қойдым. Жоқ, жезөкшенің етін дайындадым. Дәмді, өзің де дәм таттың осы еттен, деп қарқылдап тұрып күлді. Байлап матап алып кетті. Үйдің ішін май шаммен қарағандай тінтіп шықты. Жертөледен Айгүл мен оның құрбысын тапты. Айгүл тірі екен, құрбысын жақында ғана балталап өлтіріпті. Иван тергеу изоляторында барлық кінәсін мойындады. Айгүл мен құрбысы Иванның қылмысқа қатысы бар екенін сезіп қойыпты. Әйелдердің ағзасынан табылған ұрықтар Иванға тиісті екенін білген. Иван ұрық тапсыратын еркектер қатарынан табылған. Қаншама бала көтере алмай жүрген аналардың жатырына тұқымын септі десеңізші. Ал Иван кезекті ұрық тапсыру барысында стол үстіндегі сараптама қағазын көзі шалып, екеуін 2 күн ішінде қолына түсіріп, жертөледе ойына келгенін жасаған. Бірақ бұлар жезөкше болмағандықтан өлтірмепті. Тек Айгүлдің құрбысы Иванның анасының жезөкше екенін қайта-қайта бетіне басқандықтан балталап өлтіріпті. Абылайдың дәрежесі өсті. Қала тыныш. Иван қара бүркітте өмірінің соңына дейін жазасын өтейтін болды. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.